Қаршадай қыздың денсаулығындағы ауытқуды пайдаланып, жер асты паркингінде ойына келген істеген. Алматыда Комфорт Сити тұрғын үй кешенінде 13 жастағы жасөспірімді зорлаған жұмысшы ұсталды. Ол сонда пәтер жөндеп жүрген құрылысшы екен. Психикалық дамуы кешеуілдеген қызды алдап, адам көзінен таса жер астындағы автотұрақта қорлық көрсеткен дейді оқиға куәгерлері. Қаланың элиталы ауданында болған қылмыс туралы тілшіміз Нұртілеу Жылқышева айтып берсін. Әл-Фараби даңғылы мен Гагарин көшесінің қиылысындағы мына Комфорт санатындағы тұрғын үй кешеніне қарап, әдегенде қауіпсіздігіне күмән келтірмейсің. Әр үйдің аумағы түгел қоршалған, айнала толған бақылау камерасы. Кез келген адам оңайлықпен кіре алмайды. Бірақ өткен демалыста дәл осы тұрғын үй кешенінде 13 жастағы ойнап жүрген қыздың сорланғаны белгілі болды. Күнде келетін, прям каждый день 2 рет, 3 рет келетін магазинге. Не алатын? Заттар алатын, бірақ всегда ақша жетпей алатын. Сөйтіп, даже ақшасына білмейді, мамасына қайттан барып туда-сюда жүретін, сөйтіп, есін дұрыс білмейді. Не істеп жүрген даже атын білмейді, жасы нешеде екенін білмейді, сондай. Кішкене денсаулығымен проблема бар ғой деймін ол қызбен. Күдікті осы үйдегі пәтерлердің бірін жөндеп жүрген жұмысшы екен. Жасөспірімнің денсаулығындағы кінәратты пайдаланып, алдап, көзден таса жерге кіргізіп алған дейді тұрғындар. Оқиға бұл жол бойынша міне осы жерде болған. Бұл үйдің астындағы автотұрақ. Енді байқасаңыздар, бұл жақта көліктер бірен-саран, кісі аяғы мүлде жүрмейтін сияқты. Тұрғындардың айтуынша күдікті қызды осында жетектеп әкеп, арам ойын іске асырған. Бірақ қаскөй алысқа ұзай алған жоқ. Полицейлер оны бақылау камерасы арқылы қолға түсіріпті. Аталмыш дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сезікті анықталып, ұсталып, уақытша оқшау изоляторына қамалды. Қазіргі таңда қылмыстық іс аясында басқа да мән-жайлары анықталуда. Тергеу 121-ші баптың 4-ші тармағы, яғни жас балаға қатысты сексуалды сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеті бойынша жүріп жатыр. Заңға сай күдікті енді өмір бойына дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Еске салайық, президент өткен аптада ғана педофилдердің жазасын күшейтетін заңға қол қойған болатын. Нұртілеу Жылқышева, Вячеслав Тимофеев, КТК, Алматы.